Бізде 2 минут уақыт 11-ші сынып оқушылары қазақ тілінен дайындық барысы. 2 минут уақыт беріледі. Назерке біздің ортақ чатқа сұрақтар, біздің сөзімізді жазып отыр. Мына жерде 2 минут уақыт белгіленіп отыр, және Азат 1 минуттан 2 минутта мен қанша сұрақ қойып үлгердім, қайсына дұрыс жауап берді, соны есептейді. Ал сәттілік қойыңыздар, бастайық. Бүгін, былтыр, биыл, ертең қандай істеудің түрі? Мезгіл істеудің сұрағы. Қашан. Мекен істеуге қандай сөздер жатады? Мекен істеуге кейін, әрі, бері, жоғары, төмен, қысқар, арттан, ілгері, кейін. Қаттырақ. Мекен істеудің сұрақтары. Қайда? Жартылай. Қайда, қайдан, қандай емес. Қалай, қайтып, қалайша. Сақин. Мысалы, қандай сөздер жатады сын қимыл істеуіне? Дұрысталамыз. Бірден. Бұрымша, қылмақын, ұқсау. Ал әрең ше? Қанша қаншама, қаншалықты? Қандай істеудің сұрағы? Шатастыңыз. Мөлшер істеу. Онша, сонша, соншалық, мұнша, мұншалық. Жоқ, ол мөлшер істеудікі. Сізге жалпы мөлшер істеуді қайталау керек. Мақсат істеуіне 4 сөз жатады. Қайсысы? Әдейі, орта, қасақон. Тамаша. Себеп салдар істеуіне мысал келтіресіз бе? Шарасыздан босқа, бекерге, жоққа, қырбосқа. Жақсы. Күшейткіш істеуге мысал. Керебек, ораса, мұнаса, өте, нәрін, әмтер. Әбден. Жақсы. Сізге тағы да мынандай сұрақ келеді. Дара істеу және күрделі істеуге мысал. Бүгін күрделі істеуге жатады ма? Неге? Біріккенші, кіріккенсіз, қандай сөзден құралған бүгін? Бұл күн әрине күрделі сөзге жатады. Ал дараға? Ертең. Плюс қойыңыз. Есептейік, неше сұрақ қойылып үлгерді? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 сұрақ қойылды. 8,5. 11-ден 8,5. 4 деген баға қой. Жаман емес, өткен жолға қарағанда өсу бар. Қай тақырыпты білмей қалдым? Мөлшер істеуді, соның сұрағы және мысалдарын, содан кейін Мақсат беріңіз керек. сосын сіз қандай деген сұрақ көп қойдыңыз? Мекен істеуге. Иә, сол жерде мән беріңіз. Жақсы рахмет.